Сәлем достар, бүгін біз вафельная картинкамен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Алдымен силиконды кілемшеге жүгері крахмалын сеуіп, мастикамызды жұмсартып аламыз. Жұмсарған мастикамызды қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп жайып шығамыз. Содан соң кондитерлік форманың көмегімен мастикамызды басып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 6,5 см. Дайын болған мастикаларымызды осылай жайғастырып шығамыз. Вафельная картинкамызды кесіп, дайындап аламыз. Кисточкамызды сулап, мастикамыздың бетінде жағып шығамыз. Алдын ала дайындап қойған вафельная картинкаларымызды сулы мастикамыздың үстіне қойып шығамыз. Бастапқы кезде мастикаларымыз теп-тегіс болмай, осылай көтеріліп тұрады. Оның үстіне қатты зат қойып, бір түнге немесе 5-6 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Дайын болған мастикаларымызды капкейкелердің үстіне жайғастырамыз. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа.